Ертеде ит пен мысық өте тату болыпты. Екеуін де бір адам асырап үйінде ұстапты. Бір күні сол адамның алтын салынған майлы дорбасы жоғалып кетеді. Қожасы қанша іздесе де таба алмайды. Содан жүдеп көңілі түсіп кетеді. Мұны көрген ит пен мысық қожайындарын аяп, жоғалған алтынды іздеуге шығады. Олар тау асып, дала кезіп, ой қырды аралайды. Бірақ таба алмай, шаршап шалдығып, үйіне қайтады. Сол кезде ит пен мысыққа бір таныс иіс келеді. Майлы дорбаның иісі. Ит қуанып қыңсылайды. Мысық та мяу мяу деп секіріп кетеді. Ит иісті қуалап барып, бір тышқанның інін көреді. Осында деп тырмалап, інді қаза бастайды. Ақыры іннің түбінен алтын салынған майлы дорбаны тауып алады. Мынаны қара, дейді ит. Алтынды мысықтың алдына лақтырып, бірақ мысық айлакер еді. Ол иттен бұрын жақсы атанғысы келіп, алтынды ала қашады. Үйдің төбесімен қарғып, секіріп, иесіне жетіп барады да, алтынды қожасының алдына тастай салады. Қожайын қатты қуанып, мысықты бауырына басады, аймалайды, алғысын жаудырады. Сәлден соң ит те келеді, керлеп, шаршап, қуанып. Бірақ қожасы оны түсінбей, кет жаман ит, кеп кеуіп жібереді. Ит жылап, сықтап, ашумен мысыққа тап береді. Қожайын екеуін арашалап, итті қуып жібереді. Содан бері ит үйге жолай алмайды. Ал мысық тышқанды көрсе, қуалай жөнеледі. Сол күннен бастап ит пен мысық араз бопты. Мысықтың тышқанға өштесуі де дәл сол оқиғадан қалған екен.